хоббиім ол музыка тыңдау, кітап оқу және де аспаздық жағынан шұғылдану болып табылады. Менің ең сүйікті кітабым ол Махаббат қызық мылжың романы болып табылады. Мен медицинаны таңдаған себебім ол менің бала күнгі арманым болған, және де мен ол арманыма жеттім деген ойдамын. Акушерсін таңдаған себебім мен негізінен мергер мамандығына түскім келген, бірақ осы қабылдау бөліміне келгеннен кейін менің қызығушылығым акушер мамандығына ауысып, мен осы мамандықты таңдадым. Және де акушер мамандығы ол үлкен жауапкершілікті, төзімділікті, шыдамдылықты талап ететін мамандықтардың бірі. Жоғарғы медициналық колледжін таңдау себебім ең бірінші ол ата-ананың кеңесі арқылы, және де осы колледж 1981 жылдан бері жоғары білімді, білікті, алғыр мамандарды даярлап келе жатқандықтан, және де мен осы колледжде өзіме керекті жоғарғы білімді алатыныма сенемін. Медицина саласына түсу үшін ең алдымен адамға шыдамдылық, төзімділік, ұқыптылық, жауапкершілік және де мейірімділік қажет. Медицинаның әрбір саласының өзінің қиыншылықтары мен қызықшылықтары көп. Мен үшін қызықты пәндердің бірі бұл акушерия және де гинекология пәні болып табылады. Бұл пәндер ана мен бала өміріне үлкен жауапкершілікті талап етеді. Біз бірінші қалалық перзентханада университеттік тәжірибеден өттік. Ол жерде мен ананың баланы аман-есен дүниеге әкелгендегі және де оны бауырына алып, өзінің мейірімділік, қуаныш сезімін көріп, өзіме жақсы әсер алдым. Менің ойымша, акушер қызметкерлері олар арыстандай айбатты, қыздай икемді, анадай мейірімді болуы қажет. Жоғарғы медициналық колледжінің барлық ұстаздарына өз алғысымды білдіремін. Өйткені ол кісілердің берген білімінің және де тәжірибелік дағдыларының арқасында болашақта жақсы маман иесі болып шығатыныма сенімдімін.